Қайырлы таң баршаңызға сәлем, қалайсыңдар? Америктің әжесі, яғни менің өмірім жайлы каналға қош келдіңіздер. Бүгін 18 май, ауа райы салқындау. Менің ешкілерім келатыр, менің даусымды естіп лақтарым. Бүгін 18 май, күн салқындау. Таңғы астарымызды ішіп, мына лақтарыма шығып қарайын деп шықтым жаңа. Енді бүгінгі обедім бар, обед дайын болса мен қуана берем. Бүгін Алдияр да Әмірді садиктен қалды. Енді ертең баратын шығар. Менің бүгінгі шаруам қалған залымның қалғанда істеп тастауым керек. Занавескасын жуу керек, шторды жуып қайта тігу керек. Жұмыстары көп. Пылесостап дегенде терезесін кеше жудым. Бүгінгі жұмысым сол зал болады менің. Менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, маған комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Егер менің өмірім сізге қызық болса, әрине. Менімен бірге болыңыздар. Міне лақтарым. Чыка. Иә. Менің даусымды естіп, ана жақтан жүгіріп келді екеуі. Менімен бірге болыңыздар. Давай, пока. Далада жаңбыр жауып тұр. Майдалап. Погода күшті. Свежий воздух. Аналар мен терезеден даусымды естіде келеді. Европейский погода болып тұр қазір бізде. Күшті. Бүгін салымды істеп жатырмын қазір. Батарейкаларды жудым. Терезе жуылды кеше. Тереземді ашып қояйын. Терезе жуылды, енді полын жуам, полдарды пылесостайын бірінші, сосын полдарын жуам. Сосын занавесканы тігу керек. Жуып жатырмын тюльдарын. Стиралкаға салып жібердім жаңа біреуін. Бір тюльді жудым. Сосын мынандай қылып, кілемнің үстіне жайып тастадым. Далаға деген не қылмайды, дала деген еще жаңбыр, еще сыймайды еш жерге бұл. Лучше осылай жерге жайып тастайын. Кеуіп қалады, сосын қысқартамын, кепкеннен кейін тігем. Екіншісін салып жібердім стиралкаға. Мынандай қылып жайып жатырмын. Кепкеннен кейін қысқартып тігем. Далада әлі жаңбыр жауып тұр. Погода енді күшті погода. Европа. Бізге жаңбыр жауған жақсы. А то бізде погода сухой. Ертең аптап ыстық болады. Болдым, бәрін жас істеп болдым. Ана жоғардағы батарея трубаларды сүрттім. Міне, ана жоғарда трубаларды сүрттім. Батарейкалар жуылды. Енді занавескасы қалды тек болды.
Сосын мына жерге мынандай пятнолар тиген, міне көріп тұр ма? Мына пятнолар, мына пятнолар алдында қызым туған күн жасағанда скотчпен жабыстырған ғой. Еще қара скотчпен жабыстырған ғой. Шариктерді салбыратып былай. Енді соны қопарған кезде ізі қалып қойды. Енді осыны мен кішкентай шелектегі эмульсия әкеліп осы щеткамен жағып шығуым керек. Валикпен балама айлы көреміз. Свежий болды бұл бөлмеде. Енді тек занавескасы қалды. Люстралар міне әдемі жылтырап тұр. Әдемі болып жылтырап тұр әне. Хрусталь не болып тұр. Приятный болып қалды енді бұл бөлмеде. Обедке кешегі плов міне. Қазір осыны жейміз обедке. Сосын мына тортпен шай ішеміз. Каусар екеуміз. Каусар бүгін 3 ай демалысқа шығып келді. Каникул басталды. Енді 28-іне бір экзамені бар. Содан өтсе болды. Бүгін сосын 8-ді бітіреді бұйырса. Каусар уф деп отырсың ба? Ертең 3 айыңда өтіп кетеді ғой солай. Бүгін кешкі асқа сиырдың басы, ішек қарын, деликатес, макарон, огурцы, помидормен, көк жуамен. Балдар да жеп отырмын, жақта макарон. Макарон сен жейсің ба? Тұра берсін, я? Мынаны сол ортаға қояйын ба? Жей бер өзің. Анан кішкене ары сыра. Шыққан жейдің ба? Шыққан жейсің ба? Қырқасы күшті болып қой. Жақсы болған ма? Макаронды мен жеймін бе? Кешеден бері осы занавескамен арпалысып жатыр мама, білмеймін. Алды, қойды, қайттан алды, қайттан өтіп вообще. Шаршамайсыз ба мама? Белім ауырды дейді. Қайттан тағам дейді. Мына терезелердің бәрі тұстан болмай. Мен мысалы әлі жүрмін, полкым жинай алмай. Қайырлы кеш баршаңызға. Күн кеш батты. Енді менің бүгінгі мына жұмысым, мына занавеска болды. Бүгін күнменгі жұмысым. Мына 2 тюльді алып, мен жудым. Сосын қысқарттым бұларды. Ана жоғарысына лентасын алып тастап, қысқарттым. Міне мынанша қысқарттым, жоғарысынан қиып алып тастадым. Міне қазір енін көрсетейін мен. Міне мынанша осындай қиып алып тастадым жоғарысынан. Енді мынаны да сөйтіп тігу керек. Әлі бұл тігілген жоқ, қысқартылған жоқ. Солай тұр. Бұйырса ертең істеймін оны деп отырмын енді. Стремянкаға 10 мініп 10 түскен шығармын бүгін. Енді мынаның бар ғой, мына тюльдің ұзындығын қараңдар, шторидің ұзындығын қараңдар. Көрініп тұр ма? Міне. Шторидің ұзындығы қаншама?
Анау тюльдің ана шет басы, мынау етегі тюльдің, мынаның ұзындығы міне, шторының ұзындығы. Міне осындай. Енді мынаны мен қалай істеймін білмеймін. Бір өзгертіп қоям ба деп едім, бұрынғысы ұнамағасын маған. Осылай міне жұмысым, ертеңге дейін көреміз енді, қараймын. Бүгінгі видеомды осымен аяқтаймын. Бәріңізге қайырлы түн тыныштығын берсін. Аманшылықта кездесейік. Бәрі жақсы болсын. Пока.